Ассалаумағалейкум, армысыздар. Бүгін мына секталық, қауіпті секталық туралы және мына көзсіз фанатизм, адам өміріне қауіпті көзсіз фанатизм туралы бір-екі ауыз сөз айтуды жөн көріп отырмыз. Бұл екеуі де адамның өміріне өте қауіпті. Бұған кіріп кеткен адам, мәселен белгілі біреудің фанаты болып кеткен адам, оның арты құрбандыққа апарып соғады. Мына шағын секта құруда оның арты да құрбандыққа апарып соғады. Адам өміріне қауіп қатер алып келеді. Мына жақыннан бері әлеуметтік желіде мына өздерін нағыз ата жұрт деп атап жүрген шағын топтың бұрынғы қаржыгері, былайша айтсақ спонсоры Ерлан Бекмырза деген азаматтың әшкерелеуінше бұл секталық топ құрудың қаншылықты қауіпті екендігін, көзсіз фанатизмнің қаншылық қауіпті екенін, қаншылық арсыздыққа және қаншылық өмірге қауіпті істерге апарып соқтыратындығын көзімізбен көріп отырмыз. Бұның енді бірінші мысалы мына Қытайда қалған қызын әкеліп берген мына Ерлан Бекмырза, мына Америкада Серікжанның бір фанаты, бір әйел, аты немді дейді, Қалнұр дей ма, Қалбынұр дей ма, бірдеме екен. Сол әйелдің қызы Қытайда қалған 8 жыл болған, көрмеген да, 8 жылдан бері. Сол қызын Ерлан Бекмырзаға дәберініс береді. Содан Ерлан Бекмырза Қытайдан тартып отырып, алдырып, бұны Америкаға апарып үйіне жеткізіп береді. Сонда бұлардың келіскен ақшасы $6500 екен. $6500 береді. Сонымен бұл іс бітеді. Бірақ ол әйел қызы үйіне аман есен келіп алғаннан кейін Ерлан Бекмырзаны сотқа береді. Міне, әңгіме қайда жатыр. Ол енді Серікжанның тапсырысымен сотқа беріп отыр. Ол әне жерде ар ұят дегенді ол әйел қайырып тастап отыр да. Өйткені 8 жыл көрмеген қызын аман есен әкеліп берсе, мәселен басқалар болса, ұйғыр бауырластар болса, осы қасіретті көріп жатқан. $650 емес, $650,000 береді. Астын ат мінгізеді, шапан жабады қазақтың жосыны бойынша. Ондай істі бітіріп, ондай жақсылықты жасау екінің бірінің қолынан келмейді. Аманатта да аманатына қиянат қылмай, Америкадағы үйіне дейін апарып беріп отыр да. Көрдіңіз ба? Осынша жақсылық қылған азаматты ана қатын сотқа беріп отыр. Менің ақшамды жеп қойды. Сондағы бұның жолы үшін берген ақшасы $6500 екен. Көрдіңіз ба? Мына әйел Серікжанның фанаты болғандықтан Серікжанның сөзіне еріп, ана арсыздыққа барып отыр да. Қазақ баласы істеуге дәті бармайды ананың. Бір ананың, мен ана деп айтуға татса осыған дәті бар ма адам баласының? Қалыпты адам бұған бармайды ешқашан. Бұл фанатизмнің, бір адамға табынудың дерті. Жаңағы адамшылықтан хайуандыққа бірақ түсіп кеткені деңгейін. Бұл міне бірінші мысал. Екінші мысал, мынау Тілек Ниязбек деген жігіт. Тілек Ниязбектің Қазақстаннан шығып Америкаға барған жол сапарын, көсеміне деген махаббатын, Құрбантұлымның Хотаннан Мауздың іздеп Бейжіңге барған сапарымен есекпенен салыстыруға болады. Бұл Құрбантұлымның махаббаты жолда қалады. Мына Тілек Ниязбектің көсемге деген махаббаты. Бір емес екі баласын қасына алып, анандай сапарға бел буған ғой, көсемін көру үшін. ақш-қа баруға. Жолда өліп қалса қайтеді. Көрдіңіз бе? Анау Мексиканың таулы жерлерінде, ен далада ит құсқа жем болып кетсе қайтеді. Өзі кетсе мейлі, екі баласы бауыр етін осы жолға салатындай ол не күн туды оның басына? 60-70 мың доллар шешіп.
60-70 мың доллар Қазақстанда 2-1-нің қолға келтіре алатын қаражат емес ол. Аз қаражат емес Қазақстанда 60-70 мың деген қаражат. Сондай қаражат таба алатын адам не үшін осындай жолға түсті? Бұл фанатизмнің дерті. Сектаның дерті. Шағын секта құрғанның, сектанттың ақыры осыған апарып соғып отыр. Баласын өлімге тігіп отыр да, өзінің бауыр еті баласын Серікжанның жолындағы сапардың өлім қатеріне тігіп отыр. Сұмдық па, сұмдық емес па? Үшінші мысал, Нұрғали Сәбиұлы деген азаматты айтайық. Бұл да Серікжанның фанаты. О да баласын осындай Серікжанға баратын адамдарға қосып жіберіп отыр. Есі дұрыс адам ана сапарға әлі 20-ға толмаған баланы қалай жіберіп жүреді? Анандай сапарға. Бұл Серікжанға көзсіз табынудың, көзсіз сенудің, оны Құдайдан жоғары қоюдың нәтижесі. Бұл өмірге қатер. Қатер ме, қатер емес пе? Баласын тігіп отыр осы сапарға. Әдетте қалыпты ата-ана баласы базарға кетсе, сол аман есен қайтып келгенше тілеуін тілеп отырады. Сонда бұларға бала керек емес па не? Жолдан тауып алған бала ма? Емін еркін анандай оңтүстік Американың сондай қатерлі сапарына салып жіберетін баласынан құтыла алмай қалған ба? Олай емес, бұл көзсіз табынған фанатизм. Бұл секта. Бұл секта. Және бұған Серікжанға табынған және бар. Мына Америкаға кеткелі жатқан Ерлан Бекмырзаның айтуы бойынша Серікжан 10 адамға тапсырыс берген. Әзір 5-еуін жеткіздім дейді. Америкаға жетті дейді. Енді 5-еуі бар дейді. 5-еуінің 2-еуі, біреусі Амантай деген жездесі, біреусі соның баласы Серікжанның туған жиені. Көрдің ба? Бауыр туыстарына дейін мынандай өлім жолына итеретіндей не болды сонда? Сонда олар осы жолға өз еркімен түсіп кететіндей, осы қалге түсу ненің белгісі? Бұл көзсіз фанатизм. Секталық. Сектаға кіріп кеткеннің нәтижесі. Бұл жездесі мен жиен екеуі жеткен жоқ Америкаға. Бұлар сол Дубайда жүрген, Түркияда жүрген, сол Америкаға кетудің жолын қарастырып. Бұнан 2019 жылы Серікжан Астанада үйғамақта жатқан кезде мен осы туралы неше лекция сөйледім. Серікжанның марапаттасаңдар, мақтасаңдар, ісін айтыңдар, мына істі дұрыс жасады деп. Жеке басына ешқашан табынбаңдар. Жеке басқа табынудың зардабы шексіз болады дедім. Шексіз болады. Фанатизмге жол бермейік, секта құруға жол бермейік. Мен бір талай лекциялар сөйледім. Сол кезде оны тыңдаған адамдар тыңдады, тілді алған адам тілді алды. Бүгін бұл сектадан шықты, құтылды. Тыңдамаған адамдар не болып жүр? Әлі Серікжан сектасында ардан безіп, өмірін қатерге тігіп, тапқан тергенін Серікжанға салып беріп жүр. Көрдіңіз ба? Осындай сектанттар әлі бар. Біз енді кезінде айттық, ескерттік, одан бері сан рет айтып келе жатырмыз. Ал енді ұятсыздық, арсыздық дейік. Ал Серікжанға мысал келтіріп берейін. Бұның бірнеше осындай фанаттары көзсіз табынған. Серікжан біреуді жаманда десе, сразу жамандап, тура түрлері де жаман. Немде ютубқа шығады дағы жамандап кеп, ойбай, Ерболды жамандаңдар десе, сразу шығады да ютубқа шыға салып, мынау басы көзді демей, Серікжан не айтса соны, сол ойбай сатқын, ойбай қытайшыл, ойбай анау, ойбай мынау деп бере береді. Қыдырәлін жамандаңдар десе, сразу шығады да, ойбай Қыдырәлі деген анандай, Қыдырәлі деген мынандай деп. Қыдырәлін танымайды олар әуелі. Бере береді да бұлай. Бұл арсыздық, ұятсыздық. Сен Құдайға қалай жауап бересің ертең күні? Сен білмейсің ғой ана адамды. Сен өзің бірге сапарға шықпаған адамға, өзің көрші отырмаған адамға, қарыз алым берім жасамаған адам туралы жаман сөз айту, пікір айту деген күнә. Ауыр күнә. Сен Құдайдан қорықпайсың ба сонда? Сен танымайсың ғой.
өздері айтып тұр. Енді қазір Ерлан Бекмырзаны жамандаңдар деген бұйрық беріпті да. Сөйтсе сөйлеп тұр. Ана жаңағы фанаттар. Бүйтеді, біз Ерлан Бекмырзаны танымаймыз. Сондай болса да айтайық дейді. Танымасаң атаңның басын айтасың ба? Танымасаң, білмесең, көрмесең, іштеңесін. Сол Серікжан айтты екен деп жамандай беру керек па біреуді? Міне, бұл арсыздық, ұятсыздық, ауыр күнә. Өзін өзі қандай жолға сүйрелеп жатыр осы фанаттар. Міне, осыны мына қазақ қоғамы, әсіресе мына Қытайдан келген қандастар толық түсінетін уақыт болды ғой. Осығанда қаншылық бір ғалым болып кетудің, керемет бір ақылды болып кетудің қажеті жоқ қой. Ес ақылы дұрыс болса жеткілікті. Осын түсініп алуға. Оның қандай жұмыстар атқарғандығын Серікжанның, және атқармағандығын, теріс жолға кеткендігін, оның бәріміз ашалап түсіндіріп айтып жатырмыз ғой. Бір уақыт зер салып, соны тыңдап көру керек қой. Ал фанат болғандар оны біздің айтқан тыңдамайды. Одан аттап өте салады да, мынау Серікжанды жамандап жатыр дейді. Бізді Серікжанды жамандау бізге не үшін керек? Бізге не керек бар оның? Сол үшін жаман болып, сол үшін боқтық есі бізге не үшін керек? Ана ел кіріп кетпес екен осыған дейміз. Кіріп кетіп, ана бала шағасынан айырылмас екен дейміз. Елге бір ауыз сөзіміздің бір пайдасы тисе екен дейміз. Болмаса бізде есіміз ауысып қалған жоқ, ерігіп жүрген жоқпыз. Осын неге зарлап отырып осындай айтамыз? Міне әзір шығып жатыр ғой, әзір шығып, әзір көрініп жатса, және ана фанаттары Серікжанның сөзін сөйлеп, өліп бара жатыр да, жаманда десе тура кіріп кетіп бар. Сайрагүлді жамандаңдар деп еді. Сайрагүл Қазақстаннан кеткелі қанша жыл болды? 5 жыл болды. 5 жылдың алдында Қазақстаннан кетіп қалған Сайрагүл, ол анандай, ол мынандай, ол андай болатын, мындай болатын деп, ол туылғаннан бергі білетіндей болып, туылғаннан бергі тарихын айтып жамандап жатыр фанаттар. Сайрагүлді өзі туғандай болып жамандап жатқандар бар. Өзі туғызғандай болып жамандап жатқандар бар. Көрдіңіз бе? Бұл арсыздық қой. Енді осы жолға түсіп кетті ғой жаңағы бір топ тобыр. Бұдан енді қалай ақталады ертең күні? Басында осы жолға кіріп Серікжан артынан бізді жамандап, қайта келіп біздің алдыда қара бет болып кешірім сұраған қаншама адамдар бар. Енді ол дұрыс жолға түсті деген сөз. Кешірім сұрады, болды, біз бәрін кешіре салдық, болды. Біз кешіргенмен ештеңе бітпейді. Құдай кешірсін дедік, қойдық. Қайтеміз. Оның бәрі Алланың қолында. Алла кешіре ма, кешірмей ма? Ол сол кісінің құзыретіндегі шаруа. Бірақ біліп тұрып, білмей тұрып, мына жолға түсіп қалсаң, ендігі жерде аяқ тартып, Құдайдан кешірім тіле. Басқа біздің айтарымыз жоқ.